Ал енді құрметті студенттер, бүгінгі біз сабағымызды, негізгі сабағымызды бастайық. Құрметті студенттер, бүгінгі негізгі сабағымыздың тақырыбы христиан діні болып табылады. Яғни, енді мен сабақтың негізгісін таныстырып өтейін сіздермен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты және онда қаралатын мәселелерді айтып өтейін. Христиан дінінің пайда болуы және таралу аймағы жөнінде тақырыптар игереді және алған түрлі әдіс тәсіл арқылы жеткізеді. Бұл негізгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Қазір қатысып отырған 12 студентіміз бар. Жақсы, әрі қарай жұмысымызды жалғастыра берейік. Негізі христиан діні туралы мағлұматтарыңыз сіздердің болуы керек. Екіншіден, осы жерде христиан дінінің бүгін пайда болуы, таралуы, яғни олардың жаңағы бастапқы аймақтары. Енді бірінші бұны бастамас бұрын біз үй тапсырмасын тексеріп алайық. Алдарыңызда қалам барлығы бар ғой, Енді барлықтарыңыз өздеріңіз микрофондарыңызды қосып қойыңыздар. Содан кейін топқа бөлініп алайық. Бірінші топ қызыл жұлдызша, екінші топ сары жұлдызша, үшінші топ яғни жасыл жұлдызша. Енді қарап отырыңыздар. Бірінші топтың балалары бізде қазір Ақтоты, сіз үшінші топқа жазыласыз, Үшінші топ өздеріңіз сіздің командаңызды құрып алыңыз өзіңіз. Содан кейін енді бірінші топта мынандай сұрақтар кездеседі. Будда сөзінің мағынасы дейді. Бірінші топ бұлында ләззат бармысыз? Тыңдап отырсыз ба мені? Ләззат, сіз бірінші топтың сұрақтарын қарастырып шығыңыз. Екінші топ Аделия бар ма? Аделия, тыңдап тұрсыз ба? Яғни микрофонды қосып қойыңыздар. Аделия, яғни екінші топ Будда мына ғасырда мына елде пайда болған дейді. Жақсы, барлықтарыңыз микрофонды қосыңыздар. Енді бірінші Мадина, тыңдап тұрсыз ғой, Мадина, мына сұраққа жауап беріңізші. Будда сөзінің мағынасы нені білдіреді? Будда сөзінің мағынасы. Қалғандарыңыз да қатыса беріңіздер. Айгерім, Будда сөзінің мағынасы не? Қандай мағынаны білдіреді? Тез алдарыңызда қағаз бар ғой, Қағазға бірден жазып өздеріңіз тапсырманы орындай беріңіздер. Әр топ. Әрине, барлықтарыңыз бір сұрақты қайталай бермеңіздер. Бірінші, екінші, үшінші топтың сұрақтарынан жауап жазыңыздар. Содан кейін экранға шығарып көрсетесіздер. Маған? Тез арада орындай қояйық осы тапсырмаларды. Ал енді үшінші топты бұл тез арада орындай қояйық. Одан кейін келесі сұрақтарымызға көше береміз. Гүлнұр, жұмыс қалай болып жатыр? Істеп жатырмын. Жақсы. Жақсы, бастайық онда. Кім қанша сұраққа жауап берді? Көрейік. Кім қанша сұраққа жауап берді? Көрейік, балалар. Мадина, неше сұрағыңыз бар? Неше жауабыңыз бар? 3 сұраққа жауап бердім. Аман, Будданың негізін салушы Сиддхартха Гаутама. Жақсы. Будданың кітабы Трипитака. 463-483 жылы
солтүстік Үндістанда пайда болды. Жақсы, Мадина. Ақтоты, сізде қандай жауап бар? Менде де негізгі салушысы Сиддхарта Гаутама. Жақсы, қайталамай қойға, кімнің айтпағандарын айтып көріңізші. Туының түсі жасыл ма? Аха, туының түсі қандай дедіңіз? Жасыл. Жасыл емес, жасыл мұсылмандардікі дегенбіз, иә? Жасыл мұсылмандардікі. Мұхаммед пайғамбардың жасыл туының астында дейді. Бұл жасыл. Біз үнді фильмдерін көргенде көбінесе саридың түсі қандай болады? Сари. Сары. Иә, сары, қызыл. Немесе қызғылт сары дейміз, иә? Жақсы. Будда дінінің пайда болуына не себеп болған? Оқиғаны айтыңызшы. Кім біледі екен? Сіздер, құрметті студенттер, сіздер білім алдан ашып алыңыздаршы сайтты. Аха? Сіз үшін білім алдан. Буддизм туралы. 31 күнгі. Балалар, жылдамырақ орындайық. Мұғалім, не білемісің, айта беруге болады. Айтыңыз. Қазір. Тек қана қайталамаңыз. Айтып кеткеніңіз. Будда діні Бангладеш, Бирма, Таиланд, Камбоджа елдерінде көп тараған. Және де онда нирвана күйіне деген болады. Ол дегеніміз, яғни напсынды тыйып, және де сол кезде ғана адам нирвана күйіне енеді деп есептеген. Жақсы, онда. Енді мен сіздерге қосымша мәлімет ретінде сұрақтарды айтып шығайын. Ең үлкен Будда мүсіні қай елде орналасқан дейді. Білесіздер ма? Үндістанда ма? Үндістанда емес, өкінішке орай бұл Қытайда орналасқан екен. Биіктігі 70 метрден астам, бұл үлкен шатқалда таудың ішіне 90 жыл бойы салынған екен үлкен Будда. Осыған орай үлкен ескерткіш осы. Тіпті анау сол Будда мүсінінің саусағының өзі 3 метрді құрайды дейді. Жақсы, онда Ақтоты келесі тапсырмаға көшеге. Барлықтарыңыз мұқият қараңыздар. Келесі экраннан көріне ме? Қараңыздаршы. Көрініп тұр ма сіздерге? Будда, христиан, ислам. Негізі біздің негізгі фундаментіміз бар, иә, бұл діндер туралы. Мысалы, мынандай сұрақ. Барлықтарыңыз жазыңыздар. Әлемдік беделге ие болған 3 діндегі басты ұқсастықтарды ата дейді. Қандай ұқсастықтар бар? Атаңыздаршы. Басты 3 ұқсастық. Басты қандай ұқсастықтар бар? Үшеуі де дін болып келеді. Жақсы, келсем оған. Содан кейін? Оларда көбінесе бірдей ұстаным болады, яғни жан иесіне қастандық жасамау, жаңағыдай опасыздық жасамау деген көбінесе. Бүкіліне тең, иә? Иә, барлығына адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстау керек, иә? Сіздің айтайын дегеніңіз, иә? Сол себепті де ол жер жүзіне жаңағыдай соғыссыз тараған ғой, көбінесе. Үш дінде солай болды ма? Соғыссыз тараған? Үш дінде емес, буддизм дінінде мысалы соғыссыз тараған. Жақсы. Жақсы, келсем. Сосын тағы да қандай заттық деректерден бар ма? Заттық деректерден. Ұқсастық. Үшеуінде кітаптары бар. Аға, қасиетті кітаптары бар, иә. Жақсы. Одан кейін Тулары болады өздерінің. Иә, өзінің тулары болады, жақсы. Келсем оған. Заттық деректерден бір нәрсе айта аласыздар ма? Буддада, Будда мен христианда, немесе Будда мен исламда қандай заттық деректер бар? Қандай, мысалы, сөздерде де ұқсас сөздер болады, иә? Мысалы, мен сіздерге бір не айтайын, мысалы, Будда мен исламда
буддизмде де исламда да қолдарына таспих ұстап жүреді. Білесіздер ма? Иә. Таспих ұстайды, киноларынан да көрген шығарсыздар, яғни қолдағы таспихты айналдырып жүреді, сондай заттық дерек бар. Ал енді Будда мен христианда қандай заттық дерек бар? Будда мен христиан. Будда мен христианда қандай заттық деректер бар? Екеуінде де немене соғылады? Андай мұғалім, Құдайдың суреттері болады ғой оларда, андай. Жақсы, өте жақсы келісем. Екеуінде де суреттер бар, Құдайдың мүсіндері, Жақсы, ендеше барлықтарымыз жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымыз христиан дінінің тарихы деп аталады. Енді христиан дінінің пайда болуының әлеуметтік экономикалық себептері, жоспарымыз бойынша христиан дінінің ағымдары мен идеалдық негіздері. Бұл бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыптары, ал мен 3-4-шіні ол сіздерге білім алуға саламын, тапсырма ретінде. Сонымен қатар тестілік сұрақтар беремін. Енді мен басты атап өтейін. Бұл діннің атауы христиан, яғни пайда болған уақытта біздің ерамызға дейін, біздің ерамыздың бірінші ғасырында Палестина жерінде туындаған екен. Рим империясында пайда болған. Өздеріңіз конспектілеп отырыңыздар. Қысқаша нұсқасын тағы да білім алға салам негізінде. Сонда Константин император өзі осыны мемлекеттік дін деп жариялаған екен. Бұл діннің негізін салушы Иса, яғни пайғамбар, қасиетті кітабы Библия. Библияның бір ерекшелігі, бұл Библия Таурат, Забурдан алынған екен. Туының түсі ақ, бағыттары Рим империясы екіге бөлінгенде 395 жылы. Осыған байланысты христиан дінінде екіге бөлінген екен. Осындай бір ерекшелігі бар екен. Бағыттарына тоқталайық. Православие бұл 1054 жылы негізі қаланған екен. Ал католицизм ол да сол жылы қаланады, бірақ та екеуі айырмашылық бар. Протестантизмде де айырмашылық бар. Үшінші бағыт бұл кейіннен пайда болған 16 ғасырда батыс Еуропада. Бірақ та бұлардың әрбір айырмашылығы, мысалы православияны қазір біздің көрші мемлекетіміз Ресей ұстанады, оның мәні Құдай үшеу дейді. Әке Құдай, бала Құдай, рух Құдай дейді. Міне осындай бір ерекшелігі бар екен. Жақсы, онда барлықтарымыз тестілік сұрақтарға қарайық. Бірінші сұрақ: адам баласының табиғат алдындағы дәрменсіздігінен не пайда болады? Кім жауап береді? Дін пайда болады. Дін пайда болады. Жақсы. Енді екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Мұсаға Тауратты, Исаға Інжілді дейді. Қасиетті кітаптарын айтып отырмын, Мұхаммедке Құранды жіберген дейді. Ал Забур қай пайғамбарға тиесілі еді? Қай пайғамбарға тиесілі еді? Кім айтады? Ибрахимге. Ибрахим деген пайғамбарды айтасыз, Ақтоты, сіз не дейсіз? Нұх пайғамбар. Жақсы. Дана, сіз не айтасыз? Ибрахимге дедім. Ибрахимге. Аделия, қай пайғамбарды айтасыз? Басты-бастын айтайық. Нұх деп ойлаймын. Екі ұлы адам Нұх дейді. Әнел, сіз қандай жауабыңыз бар? Мен де қыздардың айтқан сияқты ойлаймын. Ақтоты. Нұх пайғамбар, мынандай сұрақ осы жерде. Нұх пайғамбар қай жануарға бата бермеді? Есіңізде ме? Қай жануарға бата бермеді? Естеріңізде бар ма? Мынандай бата берген екен. Естеріңізде болсын. Аузың арам болмасын, арқаң жерге тимесін деген екен.
Майман жолбарыс барыстан ба бізге береді. Арыстан емес балалар. Мысық. Немене? Кім айтты? Мысық та мұғалім. Мысық, әрине. Иә. Өйткені Майша айтады. кемесін шыққан, кесіп кеткенде осындай мысықты жаратқан екен. Мысыққа осылай бата берген екен дейді. Ал енді мына сұрақтың жауабы Дәуітке тиесілі негізі екінші сұрақта. Түсіндіңіздер ме? Дәуіт пайғамбарға. Жер бетіндегі ең алғашқы пайғамбар кім? Білесіздер ғой сіздер, иә? Пиза бойынша тапсырмалар деген бар, иә? Пизалық тестілік сұрақтардың тізімі бойынша жасалған, соның үлгісінде. Мәңгілік Рим атанған Рим империясының құлауына дейді, патрицийлер мен плебейлердің арасындағы келіспеушілік әсер еткен дейді. Ал шын мәнісінде тағы қандай оқиға басты назарға ілікті дейді. Кім айтады бұны? Крест жұрттар басталуына. Бағана мұғалім өзіңіз айттыңыз ғой, христиан дінін айтып бастаған кезде крест туралы сөз шығар. Мәні, жақсы. Крест Крест жорықтары емес, христиан дінінің тарауы. Өйткені крест жорықтары ол 1096 жыл. Ал мынау біздің неміз, христиан дініміз ол біздің эрамыздың бірінші ғасырында пайда болған, иә? Сондықтан христиан дінінің таралуынан дейді. Яғни осы жерде Иса пайғамбар туралы бір мағлұмат айта кетейін. Исаны не үшін ел халық тез қолдап еді? Кім айтады? Діннің таралуына. Мысалы мен сіздерге айтамын, қазір мен сіздерге кіріп, мен пайғамбармын десем, сіздер мені мойындамайсыздар. Қой, мына кісі, ау, қалған ба, тағы да басқа сөздер айтулар мүмкін. Ал Иса пайғамбарды не себептен тез арада халық қолдады? Дінін таратқан кезде. Кім айтты? Не себептен қолдады? Ислам таза адам ғой, не сосын. Жоқ, христиан дінін айтасыз. Христиан ба? Христиан дініне. Не себептен Исаны осы христиан дінінің таралуына не себепті Иса пайғамбарды тез мойындады? Ол кісінің есімі Құранда 25 рет аталған. Исаның ба? Иә. Неге? Ол кісінің өмірге келуінің өзі бір ерекше болған, сондықтан шығар. Жоқ, ол кісі бір жақсылық іс жасаған шығар. Қандай? Басысын айтыңызшы. Құдай дейді, әрбір пайғамбарға бір күш берген дейді, иә? Осы Исаға қандай күш беріп еді? Соқырдың көзін ашып жіберген, иә? Тас соқырдың көзін ашып жіберген. Ашқаннан ашыққан халыққа балық алып берген дейді. Содан кейін немене дейді? Өлген адамды тірілтіп жіберген, осындай қасиеттер берген екен. Содан кейін халық бірінші мойындайды екен. Яғни мысалы мен бар сіздерге мен пайғамбармын десем мойындамайсыздар ғой. Ал ол кісінің мойындаған себебі бар. Екіншіден, бұл жерде алып мәңгілік Рим империясы. Осы керемет атау бар. Осы мәңгілік Рим империясы қазір мәңгілік емес, сол дәуірде құлады. Сонда патрицийлер мен плебейлердің құлауынан деген, ал шын мәнісінде патрицийлер мен плебейлер емес, кейіннен бұл негізі христиан діні сол ашыққан халыққа жаңағы құлдық санадан құтылу үшін христиан діні бізді құтқарады деп сенген екен. Осындай. Енді бұл жерде тағы да бір мәліметті тастай кетейін. Мысалы, 1802 жылы, балалар, 1802 жылы Ресей үкіметі Қазақстанды жаулап алу үшін Құранды жазып шығарған екен. Бәленбай мың дана қылып Құранды жазып шығарады. Сол кезде жазып шығарған кезде Ресей империясы жазып шығарады. Содан кейін татар молдаларын не істейді? Қазақстан өлкесіне жібереді. Яғни олар әрине Құранды толық нұсқасын жазып шығарды, әттектейді. Соны жазып шықты да, соны таратты. Сонда оның бірде-бір себебі
Қазақстанның ыстық нүктелеріне жіберіп татар молдаларын сол арқылы жаулаушылықты жүргізген екен. Мынандай осындай бір үлкен дерек бар. Ол әйтпесе басқа діннің өкілі Құранды жазып шығу миға сыймайтын нәрсе ғой негізінде. Ал олар сол Құранды жазып шығару арқылы халықты өзіне қарата білген екен. Енді келесі сұраққа көшейік. Жақсы. Дұрыс деп басталатын нирванаға жетудің неше жолы бар? Дұрыс деп басталады. 8 емес. 8. Жақсы, бұны білесіздер. Жақсы. Ал енді мынандай бір сұрақ бар. Евангелие деген сөздің мағынасы. Евангелие деген сөздің мағынасы. Қасиетті дейді, ізгі хабар дейді, самал жел, өнегелі жан дейді, сезім дейді, періште дейді. Евангелие. Мен сіздерге естеріңізде болса, бұл Евангелие деген есімді атақты көріпкелге қойған дегенсің, иә? Қай көріпкел еді ол? Мұғалім, жаңа Атақты көріпкел. Қандай көріпкел бар еді қазір? Ол кісі дүниеден өтіп кеткен. Ванга ма? Ванга. Осы кісінің аты негізі Евангелие екен. Қысқартып Ванга деп кеткен ғой. ислам діні бойынша ол жаңағы нені көрсетеді ғой, Библияны көрсетеді ғой, иә? Не дедіңіз? Евангелие деген. Евангелие деген ислам діні бойынша жаңағы Библияны көрсетеді. Жақсы, келісемін. Евангелие деген сөздің мағынасын нақтысын айтады. Қасиетті немесе мұғалім, ізгі хабар, қасиетті. Шығар Евангелие дегеннің өзі жаңа өсиет ретінде қалдырып кеткен кітапты төртеуінің атын солай негізі атайды. Ізгі хабар деп ойлаймын. Или я сондай ойлаймын. Жақсы, ізгі хабар. Өте дұрыс. Яғни ізгі хабар дейді, Евангелие. Яғни ізгі хабар. Яғни ізгі хабарды Евангелие кім әкеп жүр бұл жерге? Яғни бұны таратушы Иса пайғамбар болады. Енді бір мынандай бір сұрақ бар. Дүние жүзінде 6 миллиардтан астам рет көшіріліп жазылған кітап. Ол қай кітап? 6 миллиардтан. Тіпті дейді, дүние әлем бойынша 1 секундта дейді, 2 кітап не 1 кітап әлемнің бір бұрышында сатылып отырады екен. Сондай дерек бар. Қандай кітап ол? Мен сіздерге айтайын. Мысалы, Чарльз Диккенстің екі қала туралы хикая деген кітабы, ол 200 миллион данамен шыққан. Мысалы, Властелин колец деген кино бар ғой, иә? Ол екінші орында 150 миллион жаңағындай тиражбен шыққан, таралыммен шыққан. Ол екінші орында. Ал төртінші орында Хоббит деген кітап бар. Мысалы, бұл кітаптардың орынға шығуы заман талабына сай шыққан. Ал негізінде кезінде бірінші орында бір кітап тұрған, екінші орында мен сіздерге айтсам «Война и мир» болған кітап Толстойдың, иә. Үшінші орында «Дон Кихот» деген еңбек болған. Қазір олар қалып қойды. Гарри Поттер ең бірінші орында тұратын. Гарри Поттер қалып қойды қазір. Өйткені сұранысқа байланысты бұл аяқ астынан өзгеріп отырады деректер. Неше мұғалім қазір неше бизнеске байланысты? Ең бірінші орында қай кітап? Соны айтыңыздаршы. Қазіргі кезде ма? Дауыстарыңызды жақсылап сөйлеңіздерші. Қазіргі кезде ма? Иә, қазіргі кезде. Қазіргі кезде. Анау кісінің бар ғой, бір кісі аяқ қолдары жоқ деп жазатын. 6 миллиард данамен шығарылған екен бұл кітап әлемде. Балалар, жақсы. Бұл кітап тақырыбымыз не?
Бүгінгі тақырыбымыз не сабақты? Христиан діні. Иә, енді не айтасыз? Библия. Христиан кітабы? Библия. Библия. Інжіл дейміз немесе. Інжіл өзі Таурат, Забурдың және де Інжіл деп 3 кітап айтылады. Мысалы, айтады ғой өзі. Аспаннан 4 кітап түскенде. Осы 4 кітаптың бірі Құран болса, осы 4 кітаптың бірі Інжіл болса, жаңа Библия дейміз немесе Забур, Таурат дейміз. Осы кітаптар. Әрине, енді қараңыздар, бір естеріңізге сақтайтын нәрсе, бұл кітап ең бір христиан дінінің кітабы, жаңа Библия. 31 автор жазып шығарған екен. Мысалы, біз Құранды айтамыз, Құранды әділ халифтер басқарғанда жазылған, иә? Мысалы, кімдер Омар, Осман, Абу Бәкір, Әли, осы әділ 4 халифтің тұсында жазылған. Әрине, осылай деп жазылған. Ал енді христиан діні сол біздің ерамызға дейінгі 96 жылы шатаспасам, сол кезде 31 автор жазып шығарған екен бұл еңбекті. Жақсы, онда уақытымызда болып тұрған сияқты, балалар. Енді сіздер мынау христиан дінінің тарихы деген тұр ғой, иә? Мен қазір сіздерге білім алға салам бұл тапсырманы. Тестіні өзгертемін әрине. Тестілік сұрақтарды өзгертіп білім алға саламын. Сіздер ашып барлықтарын қарайсыздар. Енді қараңыздар, христиан дінінің ағымдарын, идеалдық негіздерін айттық қой. Христиан дінінің мейрамдары мен табыну ғұрыптары, христиан дінінің әдебиеттері. Енді басты әдебиеті бұнда Библия, иә? Інжіл. Барлықтарыңызға қызықты болды ма? Иә. Келесі жолда да осылай шыға аламыз ба? Иә. Аха, жақсы. Онда сіздермен бүкіл тапсырмалардың бәрін қазір білім алға саламын. Өздеріңіз қарайсыздар, әрі қарай жұмысты жүргізесіздер. Енді бір мынандай нәрсені айта кетейік. Тестілік тапсырмаларды әрине өзгеріске ұшырайды. Бұрынғы өткендеріңіз бар. Мысалы, философиядан өттіңіздер, дінтанудан өттіңіздер, осы мәселелерді қарастырыңыздар. Тағы да қоғамтанудан дінтануға бір үлкен тақырыптарымыз осы бастысы. Енді мынандай нәрсені айта кетейік. Мысалы, бізде жаңағы осы 3-ші және 4-ші сұрақтарға өздеріңіз толық жауап жазасыздар. Тестіні өзгертемін дедім жаңа. Енді біз тағы да мынаны айта кетейік. Қазір мына жерге барайық. Будда діні, жаңағы ортақ нәрселерді айтып шықтық қой, иә? Будда діні жарық сәулелі христиан, яғни Құдайдың таңдағаны деген мағынаны білдіреді, иә? Түсіндіңіздер ме? Избранный болған. Ал ислам деген сөздің мағынасын сіздер қарастырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Барлықтарыңыз жазып алыңыздар. Ислам деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Қалай деп аталады бұл? Яғни Құдайдың таңдағаны, мынау буддизм жарық сәулелі дейді, яғни міне осындай нәрселері бар екен. Яғни оған басты назар аударасыздар. Жақсы, онда уақытымыз таяу қалды. Сау болыңыздар. Аха, сау.